Қазақстандағы орташа жалақы 285 мың теңге. Бірақ көбісі бұған сенбейді. Ал сен, сенесің бе? Сәлем қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Ресми статистика. Орташа жалақы 285 мың теңге. Халықта, экономистер, сарапшылар да бұған сенбейді. Сонда экономистердің бірі Бақытжан Омаров. Жалпы алғанда орташа кірісті нақты градация арқылы есептеу керек деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметкерлер мен өндіріс қызметкерлерінің табыстарын бөліп есептеу қажет, дейді экономист. Орташа жалақы ресми деректерде көрсетілген мәліметтерден 2 есе төмен, яғни 120-150 мың теңге шамасында дейді ол. Ел өңірлері бойынша батыс аймақтарда ең көп жалақы. Атырау облысында 406 мың теңге. Ең аз солтүстік Қазақстанда 187 мың теңге. Ал сіз ресми статистикаға сенесіз бе, әлде